Сәлеметсіңдер ме балалар? Әдебиеттік оқу сабағы 2 бөлім жақсыдан үйрен, жаманнан жирен. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы нағыз достық. Сабағымыздың мақсаты мәтіндегі кейіпкерлердің мінез құлқының өзгеруіне дәлелдер келтіре аласың. Балалар, әдеттегідей бізде бүгін қонақта Ая мен Дара. Сәлеметсіңдер ме Ая, Дара? Сәлеметсіз бе апай? Сәлем, достар. Ая, Дара, сендер достық дегенді қалай түсінесіңдер? Ая, дос дегенді сен қалай түсінесің? Дос дегеніміз біздің ортамызда жүрген жанашыр жандарымыз. Ия, дос дегеніміз ол әрқашанда жанымыздан табылатын, қолдау беретін адамдарымыз. Солай емес пе апай? Дұрыс айтасың, Ая. Нағыз дос сен қателік жіберген кезде жаныңнан табылады. Балалар, бұл Марк Твеннің қанатты сөзі. Ендеше балалар, қанатты сөзге назар аударайық. Қанатты сөздер мақал мәтелдерге ұқсас. Ол терең ойға құрылған, көлемі шағын, нақыл сөздерге жатады. Қанатты сөздердің авторы белгілі болады. Балалар, оқулығымызды ашып, мәтінге назар аударайық. Батылдық. Доббис мырза үстелдің жәшігін ашты да кітапқа қолын созды. Алсам ба, алмасам ба дегендей кідірді. Балалардың көбі оның бұл қимылына жай ғана қарады. Ал олардың ішінде екеуі шыдамсыздана күтті. Доббис мырза кітапты оқуға кірісті. Том Беккиге қарап қойды. Ұсқыны жоқ, мергеннің көзіне іліккен үрке қоянға ұқсап әрең отыр. Том сол бойда онымен керісіп қалғанын ұмытып кетті. Тезірек көмек беру керек. Жағдайдың қиындығы сол, бір нәрсе ойлап табатын уақыт жоқ. Тамаша, керемет ой келді. Ол жүгіріп барып, кітапты алып, есіктен шығып кетеді. Бірақ сәл-пәл ойланып қалды. Және оңтайлы сәт өтіп кетті. Мұғалім кітапты ашып үлгерді. Сәл ертерек қимылдап, сол сәтті ұтымды пайдаланса ғой. Мұғалім ашуға булығып, ақыры «Кім мына кітапты жыртқан?» деп сұрады. Бір дыбыс жоқ. Бәрі үнсіз. Мұғалім кінәліні іздеді. Бенджамин Роджерс, сен бе кітапты жыртқан? Жоқ, ол емес. Тағы тыныштық. Джозефер Гарпер, сен бе? Жоқ, ол да емес. Мұғалім балалардың қатарын қарап болып, қыздар жаққа бұрылды. Эмми Лоуренс. Қыз басын шайқады. Енді кезекте Бекки Тэтчер. Томның қол аяғы бірдей дірілдеп кетті. Дәл осы сәтте Томның басына найзағайдай жарқ етіп бір ой келе қалды. Ол орнынан атып тұрып, «Мұны жасаған мен!» деп айқайлап жіберді. Том 1 минуттай тұрды да, шашылған ойларын жинап, жазаны қабылдау үшін алға шықты. Беккидің көзіндегі таңдану, алғыс оған берілген марапаттай еді. Жақсы балалар, ондай болса, тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге сәйкестендіру кестесі берілген. Мәтіндегі кейіпкерлер мен олардың іс-әрекеттерін сәйкестендірейік. Тамаша балалар. Қане дұрыс жауаптарын тексеріп көріңіздер. Балалар, ондай болса, келесі тапсырмаға назар аударайық. Сіздерге эмоциялар кестесі берілген. Яғни бұл жерде біздің Том кейіпкеріміздің оқиғалар желісіндегі эмоциясын тізбектейік. Тамаша балалар, жарайсыңдар. Ондай болса, қане тексеріп көрейік. Доббис мырзаның кітапты ашуы. Томдағы эмоция үрей. Сәтсіз әрекеті жабырқау. Беккидің көзіндегі алғыс қуану. Жарайсыңдар балалар,
сендерде де осындай графика шықты деп ойлаймын. Ал балалар, мәтіннің түйінін болжап жіберейік. Доббис мырза Томды жазалауы мүмкін бе? Неге? Не толықтырғын келеді? Және қорытындысын шығарамыз. Бұл кестені әркім өз болжамына сәйкес толтырады. Сонымен балалар, сабағымызды қорытындылай келе, батылдық ол ұлы істерді ойланбастан жасау керек. Батылдық ұлы ерлік. Батылдық деген қорқыныштың жоқтығы емес, батылдық күресу және оны жеңе білу. Табандылық батылдықтың қалқаны. Бұның барлығы балалар қанатты сөздер. Ая, Дара, сіздер бүгінгі сабақты бақылап тамашаладыңыздар. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады ма? Иә апай, маған бүгінгі сабақ өте қатты ұнады. Достық ұғымының қандай мағына беретінін, сондай-ақ қанатты сөздер дегеніміздің не екенін мен үйрендім. Апай, батылдық сөзінің мағынасының ауқымы кең екенін ұқтым. Мен енді тек батыл қадамдар жасаймын, достыққа адал боламын деп шештім. Жарайсыңдар. Ая, Дара, дұрыс айтасыңдар. Балалар, бұл сіздердің де қолдарыңыздан келеді. Балалар, үйге тапсырма. Оқулықтағы екінші тапсырманы Google Forms'қа берілген сілтеме арқылы орындаймыз. Балалар, сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.